Қара шал, біздің ауылдық аурухананың бірінші қабатында жақсы жабдықталған екі люкс палата бар. Мұны ақылы палата деп те атайды. Бұл жақтың кіріп шығатын есігі ғимараттың сырт жағында, аурулармен араласпайсың. Топырлап келіп жатқан адам да жоқ, тып-тыныш. Науқастанып қалған аудан басшылары, ықпалды адамдар осы палаталарда ем қабылдайды. Немесе тиісті ақысын төлеген басқа кісілер де емделе алады. Бөлменің ішінде аурухана төсегінен басқа жазу столы, орындықтар, жұмсақ жиһаздар, теледидар, телефон да бар. Әжетханасы, шомылатын душы да ішінде. Қонақ үй сияқты. Осыдан біраз жыл бұрын осы люкс палаталардың бірінде емделіп жаттым. Екінші палата бос тұрған. Бір күні түске қарай дәрі-дәрмектерімді қабылдап болған соң дәлізге шығып тұрғам. Сыртқы есік ашылып, қасынан кіп-кішкентай әрі қайыстай қатқан қара шал бас дәрігерге мен кіріп келді. Мені көріп сәлемдесті де әлгі кісіні бос тұрған люкс палатаға апарып жайғастырды. Ағасы, осында 2-3 күн түнеп шығуыңызға рұқсат етемін. Онан әрі мүмкіншілік жоқ деп бас дәрігер шығып кетті. Сәлден кейін әлгі қара шал маған келді. Келіңіз, отырыңыз деп жұмсақ диванға жайғастырып, электр шайнекті тоққа қосып, үйден келген дәмді шығардым. Ақсақал, жөн сұрасып отырайық. Қайдан келдіңіз? Қандай науқаспен түстіңіз деп сөз бастадым. Інім, мен емделуге келген адам емеспін. Барар жерім, басар тауым болмағандықтан аудан-аудандарды аралап, бұрынғы аралас-құралас қызметтес болған дәрігерлерге барып, қонып түстеніп жүрген жайым бар. Бәрібір бұрын өзің қызметті істеп жүрген кездегідей болмайды екен. Баяғы көз көргендердің Құдайға қарағандары болмаса, кейбіреулері қабақтарын кіржитіп жақтырмай қарсы алады. Имандылары болса, бірер күн үйде түнетіп, немесе 2-3 күн ауруханасының бір бұрышынан қондырып шығарып салады. Үйі жоқтың күйі жоқ деген осы. Мына сендердің бас дәрігерлерің Серханды да бұрыннан танушы едім. Кезінде көп жәрдемімде тиген. Соны бұлдағандай болып келіп отырған жайым бар. Бір кішкене жұмыс немесе құрқылтайдың ұясындай ұя тауып берсе ме деген есек дәмеммен келіп едім. Бірақ үмітім ақталмады. 2-3 күннен артық түнете алмаймын деген сөзін жаңа өзің естің ғой, деп қара шал бір тоқталды. Көзінде көз әйнек, үстінде көне тозы костюм шалбар, басында баяғының ескі қалпағы бар. Қария көз алдымда 2 иығы қылқшиып, белі бүкшиіп шөкті де қалды. Аяп кеттім. Үй жайыңыз, отбасыңыз қайда, неге мұндай күйге түстіңіз деуге дәтім бармай, шай ішіп, дәм татыңыз деуден әрі аса алмадым. Бірақ ішкі әлемім астан-кестең. Сөз әлеміне қарағанда, кезінде әжептәуір қызмет істеп, талайларға шарапаты тиген кісі сияқты. Ал енді қартайғанда бұған не болды екен? Осы кезде есік ашылып, менің емдеуші дәрігерім келді. Аққұба өңді, сұңғақ бойлы, сұлу шәкелген жігіт, ағасының дене бітімі де тіп-тік әдемі, үстіндегі ақ халаты оны мүлдем ажарландырып жібереді екен. Жуырда ғана Атырау жақтан бізге терапевт болып ауысып келіпті. Есімі Қалижан. Өзі қандай көрікті азамат болса, жан дүниесі де сондай сұлу да, бай, ақ көңіл, парасатты, өмірден көрген түйгені көп, байыпты азамат екені алғаш танысып сөйлескенде бірден байқадым. Оның үстіне біліктілігіне, тәжірибешілігіне де тәнті болған жайым бар. 2-3 жылдан бері 2 бүйрегім ашып, ауырып, әбден мазалай берген соң, аудандық аурухананың бас дәрігері Серханға барып, жайында айтқан едім. Ол маған 2 бүйрегімді УЗИге түсіріп, нәтижесін алып келу үшін облысқа жолдама бергізген соң, УЗИдан өткенмін.
Ондағы мамандар: бір бүйрегіңіз семіп бара жатыр екен, кішірейіп кетіпті, деп екі бүйрегімнің де көлемін жазып берген. Сонан соң бұл анықтаманы алып, облыстық бас урологына барып едім. УЗИдің нәтижесіне қарап көрді де: ауруханаға жатыңыз, отаның ақшасын төлесеңіз болды, кішірейген бүйрегіңізді кесіп тастай саламын, деді де күлді. Өзінше қалжыңбас, қылжақбас біреу сияқты. Көрерміз деп ауданға қайттым. Бірақ отаға түсіп, бір мүшемнен айырылуды іште қалап тұрмағаным аян. Аудандық аурухананың бас дәрігері Серікханға келіп, жағдайымды айттым. Серікхан УЗИдің нәтижесін қарап отырып, бізге жақында Атыраудан бір жақсы дәрігер ауысып келген. Сол кісімен кеңесейік. Серікхан телефонмен өзі айтқан дәрігерді кабинетіне шақыртып алды да мені табыстады. Ол мені арнайы кабинетке ертіп барып, кушеткаға жатқызып, екі бүйрегімді сыртынан әрі түрткілеп, бері түрткілеп, ауырама деп сұрады. Ауырмағанын айтып, сонан соң ол: сіздің екі бүйрегіңіз де сап-сау, бірақ беліңізге, омыртқаңызға тұз жиналған, екі бүйрегіңіздің ашытып әсер беріп жатқан сол, деді. Олай болса, неге бір бүйрегім кішірейіп кеткен, деп таңырқай сұрап едім. Дәрігер: кей адамның бір бүйрегі үлкен, екіншісі кіші болып жаратылады. Мен мұны өз тәжірибемнен білемін, мұндай жағдайды талай рет көргенмін, деп менің көңілімді орнына түсірді де қайтадан бас дәрігерге ертіп апарды. Бұл кісінің ауруы астрохондроз, бүйрегі сап-сау, деді. Онда бұл кісіні люкс палатаға жайғастырып, өзіңіз емдеңіз, деп тапсырды бас дәрігер мені оған. Өзі 1000 болғыр жігіт екен. Елпілдеп жүріп, қабылдау бөлімінен қағаздарымды толтырып, люкс палатаға жайғастырды да сол күннен бастап ем-домына кірісті. 10 шақты күннен екі бүйрегімнің ашып ауыратыны басылып, есімді жиып қалдым. Жаңа келген дәрігердің шынында да білікті маман екеніне көзім жетіп, оған деген құрметім арта түсті. Ол өзі күнделікті қасында біраз отырып, әңгімелесіп кетуді әдетке айналдырып алған. Аз уақытта бұрыннан сыйлас адамдай достасып кеткен жайымыз бар. Дәрігер Қалижан қара шал екеуміздің әңгімемізді үстінен түсті. Қалеке, отырыңыз, қарияның сөзін тыңдайық, деп мен дәрігерге қарап едім. Ол диванға барып жайғасты да біздің сөзімізге құлақ түрді. Мен қартқан қара шалға қайта көңіл бөліп: аға, дәрігерлермен қатысым болды деген сөзіңізге қарағанда, сіз бұрын бас дәрігер немесе денсаулық сақтау басқармасының бастығы болған сияқтысыз, деп сұрадым. Мен облыстық сот сараптама орталығының бас патологы, анатомы болып 45 жыл қызмет еттім, бауырым, деді қария. Сол кезде облыстың аудандарында кездейсоқ кісі өлімі болып жатса, мені шақыртып, сараптама жасататын. Былайша айтқанда, өлікті сойып, неден өлгенін анықтап беретін бас маман едім. Сот іс қарағанда менің қорытындымды негізге алады. Сол кезде көп науқастар жергілікті дәрігерлердің анықтаманы дәл қоя алмауы салдарынан біліксіздігінен өліп жататын. Мұндайда мен осылай деп шындықты жазып берсем, емдеуші дәрігер сотталып, бас дәрігер жұмыстан қуылары анық. Мен соларды осындай көп қиындықтан құтқарып қалған адаммын. Аудандық қалалық ауруханалардың бас дәрігерлері менің алдымда құрдай жорғалайтын. Заман-ай, енді міне бәрі де мені елегісі келмейді. Қария ауыр күрсінді де әңгімесін қайта сабақтады.